Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, керемет болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне жылы су құямыз. Қант саламыз. Тұз қосамыз. Және қаймақ саламыз. Ашытқы қосамыз. Жарты шай қасық қамыр қопсытқыш қосамыз. Бір жұмыртқа салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Ұнды електен өткізе отырып, шетінен қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Және үстіне 1-2 ас қасық сұйық май құйып, тағы да жақсылап қамырды илейміз. Илеген қамырды 1-1,5 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Көтерілген қамырды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Мен осылай домалақ қылдырып кесіп алдым. Одан кейін қызып тұрған майға екі жағын әдемілеп пісіретін боламыз. Қамырымыз осылай әдемі болып көтеріліп пісады. Жасап көруге кеңес беремін.